Адам денесінің әр жерінде токсинді заттар көп жиналып қалса, ағзаны уландырады, ісік ауруын тудырады. Жалпы ағзаны сауықтыру үшін улы заттардың шығуына көмектесетін, жүйке жүйесін сауықтыратын, ас қорытуды жақсартатын, қатерлі ісіктің өсуін тежейтін қасиеті бар мына емдік шөптен жасалған тұнбаны қабылдап көріңіз. Ол үшін сорда өсетін аңдыз бен қалақайды 30 граммнан алып, оған 10 граммнан ащы жусан мен жалбызды қосады. Оған календула гүлдерін, алтын тамырды, дала қырықбуынын, киік оты шөбін және сасық шөпті 20 граммнан қосу керек. Осылардың бәрін жақсы етіп араластырады. Үстіне 200 мл су құйып 10 минут қайнатады. Одан кейін 12 сағат тұндырып қою қажет. Дайын болған тұнбаны күніне 4 мезгіл 50 граммнан ас ішерден жарты сағат бұрын 1 ай бойы қабылдайды. Егер аталған шөптердің арасында бір шөпке аллергияңыз барын бұрыннан білсеңіз, сол шөпті қоспағаныңыз жөн. Дәрігермен кеңесіп барып қабылдау керек.